осы бүгін бір жөн жоба деген тақырыпты ашсақ. Соның барлығына бір ортақ бір ерекшелік, бұл кісінің барлығы сол жөн жобаны білгендігі екен ғой. Жұмыстағы қателіктер сол жөн жобаны білмегендіктен болады. Қарызды уақытысында қайтармау, уәдеде тұрмау. Енді алған адам міндетті түрде ол Сұңқар жебін шашып жейді дейді, құзғын жебін басып жейді дейді мысалы. сыйластық деген сөздің түбі сый беру арқылы бір-біріңе жақындаңдар деген несі бар. Жұмыстан шығарған адамның қателігі сол кезде жаңағы 1-2 айлығын қосып беріп жөн жобасын жасап жіберсе, бірінші адамның алдында, екінші Алланы, ең әуелі Алланың алдындағы абырой ғой, соны сақтауымыз керек. Ал сөздің басы бісміллә іс қылма дейді армысыз Алталаш. Мінекей бүгін мың жаса арнасында тағы да кезекті сұхбатымыз. Есімім Дастан Жайнақ. Бүгін бізде студиямызда осы бір руханияттың жалпы адамдарын, осы рухани салада адамдардың жалпы өміріне оң өзгеріс сыйлайын деп ізденісте жүрген жандарды шақырып, әдемі бір сұхбат құрсақ деген ниетпен осында жиналып отырмыз. Таныстырып өтейін, Нұржігіт Ысқақ, кәсіпкер, руханияттың өкілі, Данияр Беркінбай мырза, жазушы, бизнес сарапшы. Ал қош келдіңіздер, ағалар. Рахмет. Бүгін енді Дәке, өткеннен бері біраз өмірде әңгімелесіп отқан кезде сіздің жалпы ізденістеріңізді байқап қалдым да, бірақ осы бір тақырыпты бір кеңінен ашпадық. Жөн жоба деп өте жиі айтасыз. Осы бүгін бір жөн жоба деген тақырыпты ашсақ, өйткені қаншама қоғамда байқап отырсам, көп адам білімді екен. Интернетте контенттерге тойып алған, бірақ жөн жобаға келген кезде көп адам шатасып жатады. Осыны бүгін бір ашып, бір әдемілеп, бүге шігесіне дейін осыны бір тарқатсақ, Нұреке, қалай қарайсыз? Дұрыс. Жалпы жөн жоба дегеніміз не? Осы жөн жобаны жалпы білген адам бұл қаншалықты қоғамда бұл мықты рөлге ие болады деген сияқты. Ал бісміллә бастасақ енді. Енді жақсы тақырып қозғалып жатыр. Жөн жоба негізі жөн жоба екі сөз. Жөн деген өзі менің ойымша жол, бағыт деген мағынаны береді. Жоба енді соған қарай жоспарлау ғой, жаңағы бағытын, тура бағытымен жоспарлап жүру деген мағына. Бұл енді қазіргі уақытта өкінішке орай жөн жобаны деген сөз дей қалды, бірақ амалда жоқ та ол нәрсе. Бұрынғы аталарымызды енді көрдік қой, алдыңғы бабаларымызды. Олардың әрбір әрекеті осы жөн жоба екен ғой олардың. Өйткені соның арқасында олар абыройлы болды, аузы дуалы ақсақалдар көп болатын бұрын елде. Қазір өкінішке орай бәрі керісінше болып кетті қазір. Неге? Өйткені осы жөн жобадан айырылып қалды десе де болады. Бұның негізі жөн жобаның түпкі шығуы біздің өзіміздің шариғаттан екен бұл. Өйткені Аллах тағалам Құранында бүкіл адамзатқа берген болса, бағыт қылып, жол қылып көрсеткен болса, біздің дана бабаларымыз сол Құран ішіндегі өзіміз елімізге, ұлтымызға қарай, менталитетімізге сай етіп, сүзегінен өткізіп, өзіміз әдет ғұрпымызға, салт дәстүрімізге, мақал мәтелімізге кіргізіп берген ғой. Соны біздің алдыңғы аталарымыз пайдаланып келді бұл нәрсені. Қай жерде қалай сөйлеу керек екен, қалай жасау керек екен, жөнді жобамен әрекет етуді, бұның үлкен қасиеттері бар. Талқылай беретін болсақ, барлық жерде бұл жөн жобаны ұстанған адам еш уақытта қателікке орынбайды екен. Өкінішке орай қазір біздің көп ұзақ қателікке орынып жатқанымыз осы жобаны білмеген. Мысалға мынандай ғой, Нұреке, бұл жалпы кітапқа бір жерге жазылмаған, бұл анау ата бабаның бір тәрбиелік қанынан, бір тегінен берілетін қасиет болып тұр ғой демек. Солай болып тұр ғой. Өйткені қазір жөн жоба деген кітап жоқ, осы іздеп қарадық, ешқандай не жоқ та бұл туралы. Тек қана алдыңғы істеген тұлғалардан көріс, қоғам қайраткерлерінен, елде алдыңғы қызмет етіп кеткен, өткен ұлы тұлғалардың аты несімен қалып жатыр. Осы жөн жобаны білгендіктен, сол жолда жүргендіктен, қазір олардың өз-өзі аты өліп жатқан жоқ қазір олардың. Жасаған еңбектері жыл өткен сайын жаңғырып жатыр. Ал қазір бізде ондай өте аз десек те болады. Дәке, кәсіп саласына келейікші, осы жалпы кәсіпкер, осы кәсіпкерлікте жөн жобаның білген адамның қаншалықты маңызға ие деп ойлайсыз? Енді осы Дәке, Нұреке үшеуміз біраздан бері осы әңгімені тақырыпты қозғала бері қоғамда қазір айтылмаған әңгіме қалмады ғой, қарап отырсаңыз. Бірақ енді шынымен де осының өзі бір айтылмай, түйіні осы әңгіменің айтылмаған байқадық қой. Сол
енді өзім осы уақытқа дейін қаншама кітаптар оқып, ол адамдар зерттеп, сөйтіп жүріп, осы бір осы кісілердің басқа осы ерекшеліктері не деген бір сұрақ жүретін тұғын. Сөйтіп келіп қарасам, барлық ол адамға кәсіпорын соның ішінде ғой енді. Сұрап жатқан. Соның барлығына бір ортақ бір ерекшелік, бұл кісінің барлығы сол жөн жобаны білгендігі екен ғой. Кеше мысалы Қаныш Сәтбаев оқып жатырмыз мысалға, кейінгі кезде шығып жатқан қоғамда өте жақсы оқып жатқан кітаптар. Өзбекәлі Жәнібеков, тағы басқа кісілердің өмірбаянын оқып жатсақ, сол барлығы жаңағы Нұрекең айтып жатқандай сол жөн жобаны білгендігі екен. Енді ол тақырыпқа тағы онда келеміз. Кәсіп туралы сұраққа жауап беріп жіберейін. Өзімді енді 30 жылдан бері кәсіпте жүріп, байқап отырсам, сол бір енді осы кәсіпті дамытуыма, жүргізіп жатқаныма не себеп деп қарасам, соның біреуі осы жөн жоба екен. Жөн жоба деген енді мен мысалы кәсіпте не? Кәсіпте осы жұмыс істеп жатқан адамдармен мысалға дұрыс қарым-қатынас. Енді күнделікті істеп жатқан нәрсе, бірақ енді мән берілмей жатқан нәрсе да. Мысалы адамдармен біз былай ғой енді капитализмде келістің болды. Тек қана сол нәрсе арада мысалы 1 миллион теңге айлыққа келістің. Болды, сол ғана алыс беріс арада болу керек сияқты да мысалға. Ал енді біздің қазақтың жаңа Нұрекең айтқандай салт дәстүрін қарасаңыз, тек қана келіскен нәрсе емес, арада бір енді сөз бар ғой, арада жорға жүру керек деген. Бір мысалы адамның туған күні болады, қызықшылығы болады. Сол кезде де отырып бір жақсы бір сыйлықтар жасап, мысалға сыйға сый сыраға бал дейді мысалға. Ол ертең бір әкеп жатса мысалға. Сол осы нәрселер мысалы кәсіп істеп жатқан кезде адамдардың арасында қарым-қатынасымызды одан сайын жақсартады екен да. Мен өзімде болып отыр мысалға осындай бір жақсы жұмыс істеген кісілерге көлік сыйлаған жағдайлар болды мысалға. Осы нәрселер одан сайын енді қазір мысалы 15 жылдан бері жұмыс істеп жатқан партнерлар бар. Сөйтіп осы біздің қарым-қатынасымыздың дамуына үлкен үлес қосып жатыр деп ойлаймын да. Бұл да енді мен өзім ойлаймын, сол жөн жобаны білгендік деп өзім ойлаймын. Білмей қалған жағдайлар болды ма? Осы бір жаңағы әріптестердің, партнерлардың ортасында деген сияқты. Иә, ол болды ғой. Ол сол жалпы жұмыстағы қателіктер сол жөн жобаны білмегендіктен болады. Ол енді қазір осы тақырыпты зерттегелі байқап жатырмыз ғой. Бұл әңгіменің қаншалықты ауқымды екенін. Енді мынандай ғой, Нұрекең, мынандай сұрақта жөн жобаны білмегені үшін адамды кінәлау дұрыс па, дұрыс емес пе? Жоқ, ол кінәлау дұрыс емес. Өйткені осындай бір айтылатын ақпарат болмаған, әңгіме болмаған, білмегенде ол кінәлауға дұрыс емес, ол болмайды оның. Сол мақсатта осы нәрсені ізденіп жүрген жоқпыз да, бұл не үшін деген сұрақ тұру керек қой. Әр кезде әр нәрсенің артында не үшін деген сұрақ болса, адам өзіне сол сұрақ қоятын болса, әрбір болған жағдайдан ол сұрақтың жауабын табуға тырысса, ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Ол енді мақсатымыз сол болып тұр ғой, бүгінгі мақсатымыз. Мен тәке бір қосып жіберейін. Ол білмегендік деген нәрсе не? Адам енді өмірде бәр нәрсені біліп тұрмайды ғой. Қазақта жақсы сөз бар ғой, көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың дейді. Адам көріп үйренеді. Бізге енді айтпаған мысалы болса біреулер, мысалы үйретпеген болса, біз енді амал жоқ, өзіміз өмірден үйренуіміз керек. Қазірде осы мысалға көрермендердің ішінде мысалы біздің осы ойларымыздан кейін, әңгімелерімізден кейін мысалға талай адамдар енді білмей жүрген адамдар бар, біздің де мақсатымыз білмей отқан адамдарға айтып көрсету. Сондықтан енді оны білмедік дегенге енді бір ренжудің қажеті жоқ. Қайта білмеген болса, білуіне үлес қосуымыз керек. Иә, өйткені анау нақты бір жазылып тұрған жері жоқ болса, бұл енді анау менің ойымша бұл тәрбиеден, қаннан, бір тектен, мақал мәтелдеріміздің былайша айтқанда ауызба-ауыз таралып келе жатқан дүние деп есептеймін. Сондықтан анау, бірақ мен ойлаймын, мына жүрегі егер сондай бір ізгілік деп соғатын адамға өзі бір подсказка береді-ау деген бір не бар да. Кеңдік болмағандықтан, әртүрлі факторлардың әсер еткендігінен сол жөн жобаны сәл ысырып қояды да, өзінің жаңағы пайдасына қарай көшіп кетеді деп ойлаймын сонда адамдарды ше. Сол бір кеңдіктің жетіспеушілігінен ба, мүмкін сол жөн жобаны аттап кете беретін шығар. Дұрыс қой, енді ол жаңағы қазақтың сөзі бар, кең болсаң кем болмайсың дейді. Сұңқар жемін шашып жейді дейді, құзғын жемін басып жейді дейді мысалы. Сол енді оны білмеген адам болса, білуге тырысу керек. Енді көрермендерімізге жалпы анау осы бір рухани салада, осы рухани ізденісте жүрген көрермендер ғой бізде. Аз болса да енді осы салада жүрген жандар, енді осыларға бір тәптіштеп, нақтылап түсіндірейікші. Осы нәрсе мысалы маған да керек. Кейбір жерде жөн жобаны мен де мысалы білмей жатамын кейде. Кейіннен барып естіп қап деп әттеген-ай деп жататын кездер болады. Осыларға бір
нақты тәптіштеп тұрып түсіндірсек, бұл жалпы жөн жобаны қалай үйренеміз? Бұл қандай жерлерде керек болады? Осыған бір жауап берсеңіздер. Жақсы, ол жалпы жөн жоба дегеннің мағынасы мынау қарым-қатынас екен ғой, тікелей алғанда қарым-қатынас. Қарым-қатынас енді әртүрлі жағдайда болады ғой. Ләжі болса жаңағы айтқандай қоғамдағы рухани моральдық кодекс дейді да бұның. Солай бағасын беріп қойған. Бұл деген тек дос пен достың арасында емес, ағайын туған арасында, бауырлардың арасында, қызметкерлердің арасындағы қарым-қатынас болғандықтан бұл жерде тек қана барынша зиянды емес, пайдалы қарым-қатынас болу керек. Яғни рухани, адами тұрғыда араласатын қарым-қатынас болу керек. Бұл негізі жөн жоба деген соған алып келеді. Бұл қарым-қатынастың түрі бар ғой, енді жеке басын мүддесі үшін олай емес. Бұл енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзінің несі бар ғой, жаңағы өзгенің өмірін сүрген, өз үшін емес, өзге үшін өмір сүрген деді. Сол сияқты қоғамға пайдалы болу үшін осы жөн жобаны білген дұрыс деп ойлаймын. Бұл жерде ең бірінші нәрсе ниет екен. Мысалға өзіміз енді біліп жүрміз ғой енді. Бірақ кейде біліп тұрсақ та сол нәрсені ұмытып кетеміз оны. Кейін барып деп қап деп қаласың да жерден. Ол ниет түзету керек ғой, ең басында ниет дұрыс болу керек. Шын зияны болмау керек, ішінге пайдасы тию үшін. Екіншісінде ықылас. Ары қарай уже өзінің жолын таба береді ғой. Жалпы жөн жоба деген Дәкең жаңағы кәсіп туралы айтып жатыр ғой. Енді елдің бәрі қазір Құдайға шүкір кәсіппен айналысып жатыр ғой. Сонда жаңа басшы мен қол астындағы қызметкерлердің арасындағы жөн жоба деген болады, қарым-қатынас. Енді басшылар барынша көп жерде байқаймыз, жаңағы қызметкерлерін бір былай қарағанда екінші сорттағы адам деп қарайды, амандасуға да не қылмайды, даже кімсің демейді. Керісінше солардың арқасында нан жеп, бала-шағасын асырап отырғаннан кейін соларға көңіл бөлсе, мен осылардың арқасында бала-шаға бағып алдым ғой деп солардың жағдайын жасайтын болса, ана қызметкерлер бұл басшысын алдамайды біріншіден. Екіншіден адал қызмет етеді. Бұл басшысы да уайымдамайды екен, мына жерде мен анауын жеп кететін болдым, мынаны бүйтіп кететін болды деп. Бұл өзінің несін жасап қойған, жолын жобасын ашып қойған. Енді жақсылық жасаған адамды ит те жақсы көреді, адам тұрмақ. Сол сияқты тек қана жаңағы бізде Қазақстанда не көп мейрам көп қой, мысалға. Сол мейрамдарда оның айлығын ғана емес, оның бала-шағасына да кішігірім бір сыйлығын беріп отыратын болса, ол да көңіл. Ол көңілдің өзі жөн жоба. Көңіл бөлуіне, шынайы көңіл бөлуіне өзі. Ол бала-шағасын апарып бергеннен кейін бала-шағасы да әйелі де бірінші айтатын жаңа бастығыңды өтірік айтпа, соған адал қызмет ет деп кім де болса солай айтады. Одан кейін сен жұмысыңды тастады, жүре бер. Өзінен өзі жүре береді ол. Ол нәрсені мен өзім басымнан өткізгенмін осында. Осында производство басқардық. Осы жобаны жасағанбыз. Бір айында дейін, енді ар берісі, айында бір шығарып апарып, демалдырып, билярд ойнап, бүйтіп демалысқа бір күн қалған кезде апарып, бір күн демалып, ертесіне дүйсенбі күні келеді, как іштек ол жерде, жұмыс ананы бүйтіп деп айтпайсың аналарға. Өзі тазалып, өз істеп жатады ғой жаңағы. Сол нәрсе бұл енді кәсіпке байланысты енді. Ол енді ағайын туған арасында қазір бір-бірін мен арасы ажырап жатқан жағдайда бар. Бұның да болса жөн жобаны білмегендіктен нәрсе болсын бәрі. Бұл көп қой, бұны ұстанатын болса, бұның пайдасы болмаса зияны жоқ бұның. Ары қарай енді аша береміз енді. Дұрыс, енді мынау интернеттен кеше қарадым, қандай мақал мәтелдер бар екен деп. Соның ішінде осы жөн жоба туралы. Соның ішінде бір маған қатты ұнаған мақал, жол білмеген адасады дейді, жөн білмеген шатасады дейді. Осы мақал маған қатты ұнады. Көп екен мақалдар, жоқ емес. Енді қарасаңыз, енді жөнді білмеген, жол білмеген енді ол түсінікті енді. Адасады. Жөн білмеген енді ол сонда жөнді білмесек, содан кейін шатасып жүргенімізде содан болып тұр ғой енді. Жаңа айтып жатқандай, Нұрекең айтқандай, кәсіпте мысалға. Кәсіпте мысалға өзімде қанша адамдарға мысалға сыйлықтар жасайсың. Менде мысалы мынандай, бір үйде бір семьяда бір адам өмірге келсе, мысалы бала, соған бір өзімдік немді беремін, жүрек пұлымды беремін да мысалға. Осы нәрселер сияқты жаңа Нұрекең айтқандай, одан кейін біздің жаңағы жұмыс істеп жатқан адам, оның отбасы, сол нәрсе, сол кісілермен біздің компанияның арасында бір дұрыс жақсы қарым-қатынас қалыптаспай ма?
Сол сияқты. Ал енді мынау жұмыстан адам шығарған кезде мен енді өзім мысалға енді үлкен бір қатты бір статья болмаса, жаңағы ұрлық ондай басқа ондай себебі болмаса, мысалы бір екі айлығын қосып беруге тырысамын. Өйткені қазақта сөз бар, не дейді, қазақта айтады, так дейді, есіме шықты. Жыланның басы ақ тиіп па? Ол енді қаттыру ғой, енді таспен ұрғанда аспен ұр дейді. Мысалы жұмыста кетіп бара жатқан адамға бір екі айлығын қосып беріп жіберсең, ол адам мысалға ертең сенімен бәрібір енді кеткеннен кейін ол бәрібір адам ренжіп кетеді ғой. Бірақ бір екі айлығын қосып жіберген екен, ол сенімен ертең теке тіресіп жүрмейді де. Риза болып кетеді. Иә. Ол қатты бір мысалға мысалы саған конкурент болып кетпейді. Мысалы мен де жұмыста емес, таныстық бір кісілерде мынандай оқиға болды. Сол жұмыстан шығарып жіберген балдарды. Олар ертең өзіне конкурент болып кетіп, одан асып кеткен ғой. Кейін бұл кісілер отырып ренжиді. Сен бүйтпедің, соң дұрыс болмады деп. Сонда бұл айтқанда, енді не істеймін енді, мен басқа не тірлік істеймін. Осы қолымыздан келетін осы тірлік деп. Ал енді бірақ ана жұмыстан шығарған адамның қателігі сол кезде жаңа бір екі айлығын қосып беріп, жөн жобасын жасап жіберсе, ондай нәрсеге барамас еді. Өйткені ол алып қойды ғой. Деген сияқты. Мен жөн жоба деген нәрсе, мысалы, осындай жұмыста білудің үлкен пайдалары осындай бар екен да. Бұның айғағы қазір Санжар Керімбай керемет не жасап жатыр ғой. Қызмет жасап жатыр. Соның ішінде Қаныш Сәтбаев атамыздың Жезқазғанда Қарсақбайды ашқан кезінде. Сол кезде сол 700-ге тарта ғой, жаңа жұмысшыларға жұмыс беріп отырған. Ана жерде енді түйе алып жүрген сондай ауылды білімде азаматтарға толтырған, жаңа ішінде жөн жобасы барларын бәрін оқытқан өте жұмыспен қамтыған. Біраз жыл сөйтіп жүрді. Бір кездері ол кезде енді Мәскеуге қарайтын алғанда айлықты кескен. Қиындық келді, соншама жұмысшының алдында тұрып, Сәтбаев айтты, мен бұдан кейін сіздерге онда айлық бере алмаймын, мынандай жағдай болып жатыр. Егер көнсеңіздер дейді, бір күндік тамаққа істеймін десеңіздер, көніңіздер, көнбесеңіздер сізді ұстай алмаймын дейді. Сонда соншама қызметкерлер тұрып, біздің сондай қиын жағдайда біздің жағдайымыз жасады, бүкіл. Ал енді оның басына осындай іс түскен кезде біз неге тастап кетеміз деп қалады сол жерде. Бір күндік тамағына. Ол енді 2 жылға дейін ба созылады қателеспесем. Бұл да бір жаңа жөн жобаның білгендігі да. Бұл өйткені Сәтбаев алдын жасап қойды, жөн жобаның бәрін, халықтың жағдайын бәрін жасап, бүкіл несін бәрін жасап, бала шағасы. Сенімге ие болды ғой. Сенімге ие болды, бұл жерде сенім, иә. Ал енді ондай адамға енді қиянат жасау деген енді ол надандық деп ойлаймын да ол. Содан кейін кері пайдасын берді ол нәрсені. Енді ол кезде анау шығып кететін болса да елде ашаршылық басылып келе жатқан кезең еді ғой. Шығып кетсе тағы тентіреп кетеді. Шықса енді малы бар, несі бар, енді мәселе одан шықса бәрі шығып кетер еді. Ең бастысы бұл жерде Қаныш Сәтбаев атамызға деген құрмет болып тұр ғой. Енді сол кітаптан менде оқығаным, сол Сәтбаев ғылым академиясын ашып, қаншама заводтар ашып, осындай кен орындарын ашқан ғой. Соның барлығы кейін енді қарап отырсақ, ненің арқасы десек, енді ол үшін ар жақтан ол кезде Москваға бағынамыз. Москвадан не керек, қолдау керек. Ол қолдауды алу ол оңай емес екен. Сонда қарап отырсақ, бұл кісі оның бәрін оңай алған ғой, қолдаудың бәрін. Сонда анау соғыс кезде қаншама ғалымдар көшіп кеп, жататын жер жоқ, басқа семьясымен сөйтіп отқан кезде, бұл кісі соның бәрін қонақ қып күтіп, сыйлығын жасап, өзі бір барлық несі құрмет көрсеткен ғой, көңілін аулаған ғой, барлығы көңілін тапқан. Содан кейін енді соғыс біткеннен кейін бәрі еліне қайтқан кезде, ары қарай бұл кісі бір ауыз звонокпен талай тіл шеше берген ғой. Сонда жаңағы біздің айтып отқан жөн жоба деген келетін болсақ, сонда бұл кісі жаңағы сыйлық беру, қонақ күту, көңілін аулау деген нәрселердің барлығы, сол нәрсенің бәрін өзі шыңына жеткізіп істеген екен да. Иә, барлық қазақтың пайдасына шешіп берген. Соның арқасында қазақтың пайдасына қаншама нәрсені шеше алған да. Сонда бұл кісі сонда өте жаңағы айтып отқан жаңағы қонақжайлықты нәрселерді біліп, ол енді жөн жобаның шыңына жеткен кісі екен да. Ол енді бала кезден берілген тәрбие ғой бұл. Біз енді бала кезімізде үйретті ғой бәрімізше, жаңағы үлкенге құрмет көрсету, келгенге сәлем беру, жаңағы су құю мысалға да. Ал қазір өкінішке орай оның бәрі ұмытылып бара жатыр тағы да. Амандасулар қиын ғой қазір балалардың. Қиын, бала шағандар шығарып амандастыра алмайсың кезде шындап келгенде оны. Ал сол нәрсенің бәрі уже күйіп тастаған ғой бала кезде. Соның нәтижесін Сәтбаев әлемді жаулады десек болады енді, әлемдегі мен деген бірінші ғалым. Сол жаңағы
түпкі құндылық қой, рухани құндылығын алды. Және де мынау жаңа ағайын арасында қазір нелер көбейіп кетті, алшақтық. Бұл жөн жобаның өзі бөле берсеңіз ол тақырып көп, сыйластыққа да келіп не алады. Түпкі маған несі сыйластық тағы да. Ол сыйластық енді сыйластық деген сөздің түбі сый. Сый беру арқылы бір-біріңе жақындаңдар деген ғой, мысалы несі бар. Сыйлық берсең жек көрген адамды жақсы көріп кетеді, мысалы, ұрысқан адамда да айтыр. Сыйлық беру жақсы қасиет екен. Ұрысқан адаммен де, бала шағаңа да сыйлық берсең абыройлысың. Сол сияқты талдай беретін болсақ, жөн жобаның пайдасы өте көп екен. Енді бармасаң келмесең жат боласың дейді. Алмасаң бермесең сарт боласың дейді. Оның алыс беріс жасау керек қой, дұрыс қой. Қандай жағдай болмасын, адам кез келген адаммен жақсы қарым-қатынаста қалу үшін ғой, сонда. Соның біреу үлкен жөн жобаның енді жаңа айтып отырмыз, ішіне көп нәрсе кіреді екен. Соның енді біреуі жаңағы алыс беріс, сыйлық жасау, адам көңілін аулау, осы нәрселер екен ғой. Адам бойында бұл қасиет болу керек екен ғой. Жаңа адами қасиет, рухани байлық, адамгершілік, тәрбие, тектілік, әдептілік, мәдениет, әсіресе мынау әділдік пен шыншылдық, шынайылық. Сол ғана өзі түбі апаратын нәрсе бұл абырой. Екі нәрсе бар ғой, қиын нәрсе. Біреу абыройсыз болып қалу, біреу абыройлы болып қалу. Ол абыройсыздан сақтасын. Егер бұл жөн жобаны дұрыс сақтанбасаң, бұл абыройсыздыққа апарады, ол түбі. Ол енді мансапты да, денсаулықты да енді сатып алып, жағдайын бәрін жасап алуға болады, бірақ абыройды қайтарып ала алмайсың қандай жағдайда жоғалтсаң. Ол үшін бұның апаратын жолы тек қана жетістікке апарады ғой, жөн жобаны ұстанған адам. Жөн жобаны енді демек білу үшін не керек? Жөн жобаны мысалы қазір енді бұрынғылар мықты деген бізде бір сондай стереотип бар, сондай түсінік бар ғой жалпы. Бірақ мен ойлаймын, бұрынғылардың да ішінде мықтылары болды, білмейтіндері болды қаншама дүниені. Өйткені Абайдың өзінде біраз түсінбей кетті ғой жан-жағындағы адам ше. Енді мынау қазіргі таңдағы адамдарға деген көзқарастарыңыз қалай? Жалпы осы білетіндер көп па, білмейтіндер көп па? Білетіндер қандай жетістікке жетіп жатыр, білмейтіндер қайда келе жатыр деген сияқты. Енді бұл сұраққа мен жауап берейін. Өзім енді қазір зерттеп жүрмін ғой, осы салаларда жалпы көп нәрсе зерттеп жүрмін. Көп адаммен алыс беріс жұмыс жасадық, басқа қылдық мысалға. Соның ішінде мысалға өз жағын тарапынан қателік кеткен жерлер болды мысалға. Менімен жұмыс істеген адамдардың арасында қателіктер болды. Бірақ енді сол өзім мысалға кезінде мысалға ренжіткен адамдарымды мысалға болды ғой, енді өтірік емес, енді ол жұмыс барысында өмір болады. Қайттан ары қарай қарым-қатынастарым дұрысталып, жұмыс істеп жатқан жағдайларым көп болды да. Сол не үшін десем, сол өзің мысалы уақытында мысалы бере алмасаң да қарызды мысалы, например, қарыз алғаннан кейін барып мысалы хабарласып, жағдайды айтып, мысалға бір болды, бір кісіні басқа қала тұрады, Шымкентке шақырып, мысалы самолетін төледім, туда обратно, гостиницасын мысалға төлеп, келіп жұмысымды көрсеттім, өтірік емес істеп жатырмын осындай, бірақ жағдай болып жатыр деп түсіндіріп, мысалы былай айтқан жаңағы жөн жобасын жасадым да. Ақшаны бермесеңіз алдан өтіп тұрсыз. Алдан өтіп, сөйтіп, содан кейін азан кешке дейін самолет кешке қарай болды. Сол кешке дейін отырып әңгімелестік. Енді ол кісі бір саясатта өте жақсы білетін кісі екен. Оған жақсы әңгімелесіп, сөйтіп отырғаннан кейін ол кісі уже мен кругаз орнында жалпы жағдайдың бәрін түсінді, көрді. Сөйтті де ол кісі қайта маған поддержка беріп кетті. Ренжімек түгіл. Данияр, сен молодец. Мен сені түсіндім, жағдай болған екен. Бірақ енді қорықпа, бәрі жақсы болады. Только вперед деп, ренжудің орнына қайта қолдау білдіріп кетті. Сонда қарасаңыз, мен енді жөн жобасын жасап отырмын ғой. Шақырдым, күттім, ашығын айттым. Қашқан жоқсыз. Қашқан жоқпын. Осындай нәрселер мен мысалы ол кісінің алдына абыройымды сақтап қалып, ары қарай жұмыс істесіп жатырмыз. Ал енді өзім жұмыс істесіп жатқан кісілер қазір қарасақ, мысалға, ол енді болды, бітті, іс бітті, қу кетті деген сияқты. Содан кейін ары хабарласпай кетіп, мысалға, жөн жобасын жасап, қателік болды менен жігіттер. Деп бір кішкене бір дастархан жайып, ары қарай енді амандасып тұрайық, сыйласып тұрайық, сөйлесіп тұрайық деп, хабарласып тұрайық деп. Жөн жобасын жасап, ондай жасамағаннан кейін ол жігіттермен қазір араласпаймын. Оңға қарап отырсақ, соны осы айтып отқан әңгімені, мысалы, білмегендік болып тұр да. Ол нәрсені білмегендік оған не берді? Ол тек абыройсыздық.
ол мен емес, мысалы егер тек қана менімен ондай қарым қатынас болса, мүмкін ол жерде қателік менен де болған шығар деп ойлауға болар еді. Ол елдің бәрімен солай кетті да. Қазір қарасақ, мысалға ең үлкен нәрсе абырой ғой. Сол мысалы абыройынан айырылды ол адам. Сондықтан енді бұл ол жігіттің сол осы біздің айтып отқан сол жөн жобаны білмегендігі деп өзім ойлаймын да. Сондықтан егер де жөн жобаны білсең, қандай жағдай болса да, мысалға қателіктер болса да, айтып абыройыңды қайтарып алуға болады екен да. Ал енді былайша жалпы өзің өмірде ол саған үлкен абыройдың үстіне абырой қосатын нәрсе да. Ал енді жаңағындай білмеген нәрсе, білмеген адамға ол тек абыройынан да бәрінен айырылады. Ал енді табыс та жетістік те бәрі абыроймен келеді ғой. Сондықтан қазір қоғамда көп адамдар осы жөн жобаны білмегендіктен абыройсыз болып тірліктері артқа қарай кетіп жатыр деп санаймын да. Енді абыройсыз болу жағына енді білмеймін, бірақ анау тізімнен сызылып кететін шығар, сол бір белгілі адамдардың тізімінен. Бірақ абырой үшін күресіп жатқандарды көріп жатырмыз. Мысалы мен мынандай да дәке, енді қазір кәсіп саласына келгеннен кейін жалпы көріп жүрмін өзімше. Мынау былай әңгімесіне қарап, тірлігіне қарап, тауды елестетіп тұрасың енді ана адамды. Бірақ жаңағыдай бір қарыздың салдарынан телефон өшіріп, ұшты-күйлі жоқ болып кетіп, сөйтіп кетіп жататындар көп та. Әңгімесіне, біліміне қарасаң, қазір мысалы Инстаграмда да, әлеуметтік желіде де жарап жатқан жігіттер бар. Мықты енді қарап тұрсаң, ой, кәдімгі дүниесі, байлығы, абыройы, білімі деген. Бірақ дәл осы жөн жобадан кетіп қалған жерлерін көрдім да, екен жөн жоба болғанда қалай? Қарызға келген кезде, ана адамның жалпы маскасы дей ма, бет пердесі ашылып кетіп жатқан кездерді өте көп көрдім. Қазір де мысалы айналамнан көріп келе жатырмын да, осы неге осы қарызға келген кезде біз соншалықты әлсізбіз деге, Нұреке, осыны айтыңыздаршы. Енді сіздің өзіңіз жаңа қойған сұрағыңызға өзіңіз жауап беріп жатсыз ғой, жаңа бұрынғы ата бабаларымыз қандай болған, қазір мынандай болған деп жатсыз. Қазір адамдар шыны керек бір-біріне сенбейтін жағдайға жетті да ол. Бұның себебі тағы осы жөн жоба агенттері жаңа берген уәдесінде тұрмайды. Көбісі, бәрі емес, көбісі де жаңа. Мысалға біреуді алдаса, анау алданған адам уже басқаларға да көзқарасы сондай болып қалады да уже. Анау алданды, анау да алдайды дейді. Мынау да алдап кете ме ертең деген сияқты. Бірдің кесірі мыңға тиіп жатыр бұл. Бұл да жаңағыдай жөн жобада уәде ең басты мәселе уәде. Бұрынғы жаңағы аталарымыздың ол уақытта адвокат деген болмаған, нотариус деген болмаған мысалға да. Біреуге бір қаражат керек бола ма, ауылдың жаңағы ақсақалына барып айтады, ақсақал алып барады, жаңағы қаражаты бар кісіге барады, мына кісіге пәлен ақша керек болып береді, қашан береді, пәлен күн бересің. Сол күні береді ананы. Бірақ ауыз сөз сондағы, ананың уәдесіне бола. Мынау бір-екі күн кешіктіріп жатса, анау келеді, оған айтпайды, ақсақал айтады, көке анау жерде кешіктіріп жатыр, анаған қайтар дейді, болды, қайтарып береді. Сөзге келмегенде, уәдеде тұрған. Қазір өкінішке орай жаңағы қарсыз адам жоқ қой, елдің бір-біріне қарыз. Бұл жерде жаңа абыройдан құртатын да, осы қарызды уақытында қайтармау, уәдеде тұрмау. Енді алған адам міндетті түрде ол уақытын айтып алады, бір апта дейді, 10 күн дейді, басқа дейді. Бірақ сол уақыт өткенде ол телефон өшіріледі, болмаса қашып жүреді. Ал сол жерде жоқ па, алда айт жағдайын түсіндір, бар да сөйлес, мынандай жағдай болып жатыр. Жөн жобасын жасау керек те? Айту керек те. Жоқ болса да, мынандай жағдай болып жатыр. Мынандай уақыт бер десе, енді көріп тұр ғой анау енді. Ол адамға түсінеді. Қуанасың қазір өйтіп айтқанда. Қашқаннан гөрі сол дұрыс. Сен қашып телефонды өшіріп жүргеннен гөрі кім болса да ашуланады мындай жағдай. Соның кесірінен қазір адамдар бір-біріне сенбейді. Бір-біріне жаңа келе жатса не үшін келе жатыр дегендей. Мына жақта басқа арам ой туады да уже. Бұның бәрі жаңа айналып келгенде сол жөн жобаның білмеген емес, былайша соны жасамағаннан ғой. Әр қателескен адам өзін ақтап алады ғой негізі. Кінәлі болса да өз жағын ақтап алып жатады. Ал сол жерде жаңа неге деген сұрақты өзіне қоятын болса, не үшін бұлай болды дейтін болса, ол жерде тағы да тектілікке келіп тіреледі ол адамның жаңа рухани байлығына байланысты ғой. Соны өзіне қойып, өзін кінәлайтын болса, бұндай нәрседе болмас еді оны. Өкінішке орай біз өзіміздің кінәні өзімізге алмаймыз ғой. Біреуді кінәлап шығамыз. Жұмыстан қуып жіберсе де басшы кінә, не үшін кінәні өзіне қарамайды. Болып жатыр ғой. Жұмыс шаяды. Айналып келгенде бұның бәрі осы жөн жобаның білмегендігінен. Тәкаппарлыққа қатысы бар ма жоқ па бұның? Мысалға біреуге қарызсың, оны алдынан өту, жаңағыдай жөн жобасын жасау, бұл кішіреюің керексің ғой. Бетегеден биік жусаны аласа болу керек ол жерде. Сол кішірейгісі келмей ма мүмкін тәкаппарлық бар ма? Ол жерде бәке былай ғой. Бұл жаңа сіздің айтып отқан адамдар ол бір воротаға ойнайтын адамдар да. Ол енді ол жерде ұтуы мүмкін ол адам. Ақшасын алды,
бермей қоя салды да мысалы. Мына жақта енді қазір заманда ол енді заң бойынша былай айтқанда енді дәл сол жерде ештеңе істей алмайсың да. Бірақ ол адам енді абыройынан айырылып тұр ғой. Келешекте елдің бәрі естиді. Қазақта сөз бар ғой, малым жаным садағасы, жаным арым садағасы дейді. Ақша кетсе кетсін, абырой кетпесін деп жатады мысалы. Ол нәрсені ойламайды да. Ол нәрсе түбінде ол адамға жасайды. Ол тәкаппарлық жасасын, басқа жасасын, мысалы не істесе де, ол дәл сол жерде отырып тұрғанмен, ол арада біраз уақыт өткеннен кейін ол таяқтың бәрі айналып келіп өз алдынан шығады ол да, өзінің басына тиеді ол таяқ. Сондықтан ол бәрібір де алғаннан кейін ол уақытында беру керек. Жаңа айтып жатқанымыздай жөн жобасын жасап, адамның көңілін аулау керек та ол жерде. Бере алмай қалған жағдайда да жаңағы өзі хабарласып, өзі түсіндірсе, соның өзі ерлік болып қалды қазір. Сол бір дастархан жайсын, мен айтып отырмын ол нәрсеңізге. Қазір алған адам өзін кінәлі сезінеді, берген адам кінәлі сезінеді, анаған звондап жатқаны үшін ше. Бұл жерде жаңа айтып отырмын, мысалы мен не істедім? Енді сол жерде көп нәрсеге жауап бердім деп ойлаймын, жаңа осы жаңа мысалда. Мысалы мен шақырдым ол кісіні, не только ол звондау, басқа қалада тұратын адам. Шақырдым, самолетін төледім, гостиницасын төледім, жұмысымды апарып көрсеттім. Одан кейін кешке дейін бір кафеге барып екеуміз сөйлестік, дастархан жайдым кәдімгідей той барынша. Әңгімелестік, өзімнің кругазонын көрсеттім. Негізі ренжіп тұрған кісі ме? Ренжіп келіп отырған адам ғой. Кешіктірілген бе қанша? Кешіктірілген ғой енді. Мен бере алмай отырмын ғой, сіздің айтып отырғаныңыздай бере алмай отырмын. Содан кейін ол кісі тұрып, мысалға жаңағы қайта ренжімек түгілі, ты правильно поступил деді. Ты вот Даня очень правильно поступил деді, что меня пригласил, что мне свое дело показал деп. Сөйтіп, кейіннен енді бәрін бергеннен кейін мен ол кісіге рахмет айтып отырсам, ол кісі маған рахмет айтып отыр. Ты молодец деп. Міне. Көрдіңіз бе, соның барлығы неден мысалға, ненің арқасында? И плюс одан кейін ары қарай жұмыс істеп жатырмыз. Оның барлығы жаңа айтып отқан жаңа сіздің сұрақтарыңыз мысалға. Тәкаппарлық ол жерде қажет жоқ. Мысалы, шақыр, дастархан жай, звонда, кішкене бірдеңе бөлігін бер жібер. Мысалы, жолы көп қой оның. Вообще бір тиын бере алмасаң да енді түксіз емессің ғой, енді беруің керек қой бірдеңе. Құр бата жүрмейді дейді. Бәрібір де бірдеңесін жасап, бермесе де звондап, жағдайды түсіндіргеннің өзі ерлік болып қалды қазір. Соның өзі де хотя бы, соның өзі де мысалға сол жерде көп адам соған енді санасы жетпей жатыр ғой. Бұның бәрі жаңа біз айтып отқан әңгімеге келіп келеді мысалға. Жөн жобасы білмеген. Жаңа кісі енді мысалы айтты, мысалы бұл айтқанда енді ол іштей ойлады да ол кісі. Мынау жөн жобаны білетін жігіт екен. Просто бір жағдай болған ғой бұда деп та. Енді ол кісілер енді үлкен кісілер ғой, жөн жобаны білетін, талай жерде көрген, дастарханды көрген кісі, үлкен бизнесте жүрген кісілер деген сияқты да. Соның арқасында мысалы менің абыройымды қайтып келді, ары қарай ол кісінің алдында өсті да абыройымды. Сондықтан енді жаңа қарыз дегенді айтып қалдыңыз ғой. Қарыз дегенге осындай мысалы осы деп жөн жобасын жасап шығуға болады екен. Енді жалғастырып жүрсің бе? Айтып өтіңіз. Тәкаппарлық деген өзі білесіз, енді жаңа айттым ғой, жаңа жөн жобаның өзі біз шариғаттан келген ғой бізге. Дінімізде біз тәкаппарлыққа жол жоқ. Білесіз ол нәрсені. Ол тәкаппарлықтың зияны болса пайдасы жоқ қой бұның. Жөн жобаның өзінің жаңағы өз қасиеттері бар. Жаңа айттым ғой, жаңағы рухани байлық қой, оның ішінде адамгершілігі бар, тектілік бар, мейірімділік бар, кішіпейілділік бар, үлкенге құрмет, кішіге ізет. Осының бәрі сол жөн жобаға кіреді. Осыны ұстанған адамда ол ешқандай проблема болады деп ойламаймын. Мысалға да. Мен келісемін Нұреке. Мынау елдің алдында жүрген, мен кеше әке-шешеммен жолда келе жатып біраз сөйлестім. Біз ауыл жаққа барып келдік. Әке дедім, мама дедім, осы жөн жоба деген не дедім. Осы жөн жобаны білетін айналамызда кімдер, осы ағайын туыстан кім бар деп біраз талқыладық. Соны жаңа кісілердің айтып мен де түсінгенім мысалға, мен өзім әке-шешем мысалға мақтан аламын. Нағыз жөн жобаны білетін кісілер. Ағайын туыспен мысалға, біздің ағайын туыста бір той іс-шара болса, мен әке-шешеме хабарласамын. Одан кейін баяғыда есімде ауылда енді болады ғой, енді аға жеңгелеріміз ұрысып қалады. Сол кезде біздің үйге келетін тұғын. Мен мамам өте жағынан енді өте мықты. Содан кейін шақырып алып екеуін татуластырып жібереді. Мысалы, сондай бір керемет қасиеттері бар. Ағайын туыстың айтып отырмын, той-томалақ, іс-шаралар қандай болсын, мысалы барлығы өздері қонақжай кісілер. Мынау сый-сияпат, шапан жабу, келген қонаққа бір құрмет көрсетіп жіберу, осының бәрі Құдайға шүкір, мысалы өте жақсы келген кісілер да. Кейін ауылдан бері қала көшіп кеткен кезде бір апамыз айтты, Танер деді, сен әке-шешең көшіп кеткеннен кейін көп ағайындар бұрынғыдай болмай қалдық деді. Өйткені осындай бір сонда ұйытқы адамдар болып тұр ғой бұл кісілер енді. Мысалы, өйткені жаңа айтып отқаным жөн жобаның бәрін біліп тұр ғой. Сөйтіп, сонда жаңа кеше бір мысал айтты.
қайын жұрт жаққа барғанбыз, бір кісі қайтыс болып. Сөйтеміз де сол ауылға барып іздеп жүреміз, таппай жүреміз. Сол кезде бір туысқан, қайын жұртта туысқан көке кездесіп қалады. Сөйтіп біз сұрадық, мына жақта деді, кетіп қалды. Біз енді зорға тауып бардық. Сөйтсек, келесі бір тағы да бір 2-3 ай өткеннен кейін қайын жұртқа барсақ, жаңағы көкеміз мен әке-шешеме келіп шапан жауып жатыр ғой. Өткенде сендерді мен алып барып өзім ана жаңағы үйге апармаппын. Менікі дұрыс болмапты. Деп арада ол біраз уақыт өтіп кеткен екен, ол жарты жыл ма, 1 жыл ма білмеймін мысалға. Сөйтіп келіп сол кезде менің соны апарып сендерге неғып жүретін жерме сіздерге деп. Қателігін түсіну керек. Сөйтіп шапан жауып, сол жерде арнайы көпшіліктің арасында өздерін дардай кісілер айтпас, үлкен кісілер, өте үлкен кісілер. Сөйтіп әке-шешеме кешірім сұрап бір жаңағы шапан матасын жауып сөйтті. Сонда қарасаңыз, енді ана кісілердің енді мысалға жөн жобаны білгендігі ғой. Үндемей қойса ешкім ештеңе демейді ғой. Иә. Негізі үлкен кісілерде көп болады осындай жағдайлар, негізі. Әрине енді көргенді дейді ғой, көргенді жаңағы сол ар жақта тәрбие көргендік та. Иә, өте керемет тақырып, жөн жоба деген жалпы. Енді бұны енді қалай адам ізденеді бұған? Бұл енді анау тәрбиеден, шариғаттан, Құраннан, дінмен, салтпен, әдет ғұрыппен келіп жатқан дүние ғой енді. Бұл енді осыны мысалға сіздер бір серіктес таңдаған кезде сөзіңізді бір бөліп жіберейін. Біз жаңағы енді бұл сұрақта да қазір тақырыпты қазір ары қарай талқыласақ, қазір біз мысалға жаңағы шариғатты айттық, салт дәстүрді айттық, нағыз біз жөн жобаның көкесі сол жерде деп. Сол жерде енді мысалға біздің салт дәстүрімізде мысалға жаңағы біздің бет ашар, келіннің сәлем салуы, қалың мал беру, тұсаукесер, мынау көрімдік байғазы беру, қуғыншы мақұл енді мысалы қарасаңыз, мысалға да қарасаңыз, өткенде мен бір неден оқыдым, Қайрат Жолдыбай ағамыздың да. Сол бір жігіт үйленейін деп жатқан, сөйтіп мен қалың мал бермеймін, мен анадай дүниелер бермеймін, сый-сияпаттар бермеймін, кит бермеймін, бірдеңке бермеймін деп сөйтіп. Содан кейін бұл кісі түсіндірген ғой. Оның барлығы жаңағы айтып отқан жөн жоба болды. Оны істеуіміз керек, ата-анамыз істеу керек. Әрдесең өзі сол несі реті болады. Сол үшін сен істеуің керек түсіндіріп жүрген екен. Кейін енді арада біраз уақыттан кездескен екен, жаңағы жігіт келіп рахметін айтты. Үлкен рахмет сізге. Өйткені мен қалың мал бергеннен кейін, ана жер киттерді қойғаннан кейін, енді ана жақ екі жақ мысалға оның мағынасы не? Екі жақ бір-бірін танымайды құдалар. Үндемей отырмайды ғой енді. Сол кезде кит беріп жатса, шапан кигізіп, бір нелерін кигізіп, тағы да басқа мысалға. Бөлек одан бөлек қалың мал беріп жатса, ой, мынау құдалар өз пәлен қалың мал әкепті деп. Бұл енді тымырайып отырмайды да сол кезде адамда. Бір-бірімен бір қарым-қатынас пайда болып, одан кейін жаңағы қайнылар, балдыздар бір аяқ киім тығып қояды. Қарап отырсақ мысалға. Ондайға бір 10 мың, 20 мың теңге беріп қойсаң, ой, мынау күйеу бала бір мәрт екен деп қояды. Деп жаңағы осындай нелердің бәрін жаңағы жігіт кейін сол істеп келген екен де сол рахмет айтты. Осы сіздің айтқаныңыз дұрыс болды. Сонда қарасаңыз біздің сол жаңағы осы жаңағы қалың мал беру осы нағыз қарым-қатынас жақындататын нәрселер екен ғой. Сыйлық қой, сыйлық. Иә. Ал енді жаңағы кеше Нұрек айттық қой жаңағы бет ашар, мысалы келіннің сәлем салуы, мысалы үлкендерге құрмет, ой көп жаса дейді, бата алады мысалға да. Осындай нәрселердің барлығы бұл енді нағыз адамның құрмет, үлкенге құрмет. Сондықтан енді біздің салт дәстүрді талқыласақ, оның өзі үлкен бір кітап болады екен ғой бұл. Енді мына жөн жобаны білген адамға бәрі көрініп тұрады ғой енді. Білмеген адамға қиын. Ешнәрсе көрмей тұрады. Баяғыда мен әпшем кінәлаған еді, жаңағы. Мен анау әпкеме айтып жатырмын да енді, ана інімді қанша жерден жаңағы жақын тартсам да бір менен бір қашып кетеді, неғып ол үйтеді деп. Десем, сен кінәлісің деді. Мен айтпен, неге кінәлімін? Мен қолымнан келгенше тартып жатырмын ғой десем, түсінік бірінші саған келді ғой дейді. Оған әлі келген жоқ дейді. Сен соны түсініп, сен неге кінәлабасың? Ол да әлі пайда болған жоқ қой дейді. Сен содан кейін сен әрекет жасауың керексің деп жатыр да. Сол сияқты мынау жөн жобаны білген адамға өзі бәрі көрініп тұрады ғой енді. Әрине. Білмеген адамды енді олар кінәлай алмайсың енді, білмейді. Енді сіздер мынау әріптес, дос жалпы таңдаған кезде осы жөн жобаға қаншалықты қарайсыздар? Ол жаңағындай кезде жөн жобаны білмейтін адаммен қарым-қатынасты қатты жақындатуға болмайды екен. Дистанция дейді ғой жаңа, сақтану керек екен.
жаңағы жеме-жемге келген кезде өзінің пайдасына шешіп кетеді ол. Бұл жерде тағы да жаңағы нәрсе ғой, алып келгенде мүдде жеке бас мүддесіне жұмыс істемеу керек, ортақ мүдде болу керек та бұл жерде. Әріптес болған екен, міндетті түрде күйсекте жансақта бірге жанамыз деген нәрсе болса, онда ондай қадамға ол анау мына адамдар бара бермейді оған жаңағы. Ол дегенде шынайы жобаны түсінген адам оған барады енді. Ал енді есебі өзіне жаңағы бір саусағы бүгіліп тұрған адаммен ол қиын ондай адам нәрсе. Мысалы ол нәрсені көріп жатырмыз ғой, оны бөтен емес, өзіміздің жақын адамдарымыз өзімізбен арада осы нәрсені алып барыс-беріс неғылған кезде өде ақырында мына осы жөн жобаны білгеннен кейін бұның себебін мен білдім, не үшін екенін. Енді осы оны айтуыма тура келді ол кісіге де, ол бөтен адам емес енді. Мына қателіктің бәрі осы жөн жобаны білмегеннен абыройсыз қалбасын менің алдымда. Қатты сыйласып келген адамыз қазір менің алдымда абыройсыз болып қалды ол адам. Бұл деген ол жалғыз менің басымда өтіп жатқан нәрсе емес, ол көптің басында өтіп жатқан нәрсе. Сол нәрсені біз жай түсіндіріп айтуымыз керек сияқты. Жалпы серіктесіміз бола ма, досымыз бола ма, керек десеңіз бала-шағаға осы әңгімені айтып отырған дұрыс сияқты біздің. Олар да білмейді. Бұл жөн жобаның не екенін білмейді шынымен. Үлкендеріміз ұмытып кеткеннен кейін жаңа айтып отырсыз ғой енді алдыңғы жаңағы бабалар туралы мақтай берді. Олар осы нәрсені ішіп алған ғой былайша айтқанда. Ол кезде естіп жатамыз қазір, шет жағасын өзіміз көрдік, үлкендермен әңгімелессең, жиында әңгімелессең, сол үлкендердің әңгімесін айтады, сонда бір 2-3 жас кіші болса да дейді, ақсақалдар ғой. Ана кісі ұрса, бұрт жәке деп отырады. Балаға ұршы сөйтіп, 2 жас кіші емес. Орнынан тұрып кетер, болмаса бөтен балалар болса, боқтап кетер, неғып кетер. Өйткені абырой жоқ жерде. Олардың әрқайсысының сөзі уақыттың бірінде болған ауызды дуалы, өсиет өзіміз өттік енді олардың аяғын көрдік, қасына жақындап кетсең тек қана жақсы сөздерді айтатын. Өсек, аяң, ол сенің ішіп жегенің қызық емес оларға. Адам бол. Адам болып келдің бе, адам болып кетті өмірден. Осы нәрсені айтып кеткен адамдар, оларда қайтмақтамайсың олар енді. Енді оның алдындағылар бұдан да мықты болған. Мысалы қазір айтып отырған Абайдың айналасында Абайды түсінбеді деп жатсыз. Ол енді Абайдың айналасындағы адамдар біз үшін әулие қазіргі ақсақалдармен салыстырған кезде. Бізбен салыстырғанда. Абайды көрген адамдар олар тегін адамдар емес қой енді. Солардың деңгейі сондай болатын кезде қазір біздің деңгейіміз өзін салыстыра беріңіз қандай екенін. Өкінішке орай осы жөн жобаның үлкен тақырып ол бүгін бірдеме бітпейтін нәрсе сияқты ол. Енді мынау мен өзіме де осы жөн жоба тақырыбы зерттей бастағалы түсінгенім, қандай адаммен жұмыс істеспеу керек деген кезде осы жөн жобаны білмеген адам жұмыс істеспеймін деп шештім. Қателік болады адам болғаннан кейін. Бірақ адам өзі ары қарай несі қателігін жуып шайып болады ғой енді адам істесе. Ал енді бірақ жөн жобаны білмейтін адам ол қателік жасадым деп мойындамайды екен да. Ол елді кінәлап жүре бере ме? Иә, ол тек қана өзін кінәлайды. Ондай жағдай мен басында талай болды. Жұмыста жаңағы бағана әңгіме болды ғой, мысалы шығарасың, ол причинамен шығарасың, ары қарай ол бәрі өзің дұрыс қылып кетеді. Ай бұл не үшін бұндай болып жатыр, неге бұлай болды деп адам мысалы зерттемейді, ізденбейді, өзінен көрмейді да. Сондықтан осындай жұмыс жағынан осы нәрсеге қазір тоқтадым. Әсіресе енді жоғарылау қызметте да, мысалы жоғарылау қызметтегі адамдарға. Енді жоғарылау қызметте енді ол міндетті түрде мынау неде талап тілектерде жазылмаса да ол элементарно білу керек дүние деп ойлаймыз ғой енді. Бұл айтылмайтын нелер ғой, жаңағы заңдылықтар ғой бұл. Айтылмайтын. Жұмыста не келісесің мысалға? Кім не жұмыс істейтін келісесің? Қанша айлыққа істейтін келісесің да мысалы да. Ары қарай енді адам өзі түсінеді деп ойлайсың да кейбір нәрселер. Біз тем более жеке тірлік болғаннан кейін көп нәрселер мысалы ол енді анау әкімшілік емес, үлкен корпорация емес біз мысалы. Сол кезде де адам ары қарай полуслов түсіну керек те былай айтқанда да. Жаңа біз жөн жобаны білу деген енді орысша айтқанда сол полуслов түсінетін адам болып тұр ғой енді. Айтқызбай, ұғатын. Ол жөн жоба жалпы үлкен кішіге қарамайды ол қызметке да. Мысалға тағы да осы Санжар Керімбайдың Бейсенжена болмыс, Бейсен Қорымбек марқұм ағамыздың өмірбаянын кеше оқып шықтым. Енді тұнып тұрған болмыс десе болмыс енді. Бұның бәрі жөн жобаны білген адам. Астан аяқ, ана іс әрекеті, енді бүкіл ел біледі ғой оның қандай азамат екенін, қандай іс жасағанын мысалға да елге үлгілі болып.
соның өзі дәлел ғой енді. Мына жаңа үлкен қызмет деп жатқансыз ғой жаңа. Егер дәл соғысып жөн жобаны білетін азаматтар болатын болса қызметте де, ол ел өзгеріп кетер еді барлық жерде. Бұл енді жалпы қазаққа тән емес, бұл бүкіл адамзатқа тән нәрсе ғой, жөн жоба деген. Егер жөн жобаны бүкіл адамзат ұстайтын болса, бүкіл әлем түзелер еді оның. Дұрыс айтасыз. Ал енді көп адам бір тірлік істейін десем ақша жоқ дейді. Мысалға бір инвестор керек дейді, ақшаға келіп тірейді. Енді осы кісілер осы ақшасыз мысалға жөн жобаны білсе, бір жетістікке жете ала ма? Ол менің ойымша абсолютно жетеді. Ол енді әрине ондай деңгейге жеткен адам, мысалы ол жөн жобаны біліп жеткен адамдар ғой. Бірақ енді өмір болғаннан кейін бір жағдай болады, мысалы карантин болады, кризис болып бір тиынсыз қалатын кездер болады ғой енді. Пожар болып кетеді, мысалы өртеніп кетеді сағат. Бірақ ол бағанағы айтып жатқандай жөн жобаны бәрін білгеннің арқасында, ол оған дейін абырой жинап қойған ғой. Сөйтіп барып соның арқасында ол қайтадан бұрынғы несін капиталын жасай алады. Ал енді жөн жобаны ешқандай білмей тұрып, адам мысалға, ол ешқашанда ол даже қолындағы бар ақшасынан адам айырылады ғой. Әкенің балаға мал болмайды деген сөз деп сондай бала жөн жобаны білмегендіктен әкесін жинап кеткен малын бәрін шашатын шығар сол мысалға да. Өйткені жаңағындай ғой, ақша деген не ол? Ол мысалы кәсіп деген адаммен қарым қатынас, біреуден аласың, біреуден бересің. Сол кезде ол бәрі сөйтіп құралатын нәрсе да. Білсең, мысалы адаммен жаңағы қарым қатынасты білсең, ол одан сайын көбейеді. Білмесең, жаңағы әкеңнен қалған қанша дүние болса да, атаңнан қалған дүние болса да, оның бәрінен бір күнде айырыласың ғой. Ондай адамдарды өздері іздеп тауып болады ғой. Ондай адамдар сенімді, адал, жөн жобаны білген адамдар да. Ол қазір кім болса да жұмыс бастайтын кезде міндетті түрде айналасында сондай адамдарды іздейміз. Өзіміз болсақ та жаңағы бірдеңе бастайын деп алсаң кім бар еді, айналамда жайлап, ағайын туғаннан бастайсың. Осындай бір тура жүрген, сенімді, адал, соның ішінде жөн жобаны білетін болса, бірінші орында олар. Сонда ақша сұрамайды олар. Кел, мен қасында жүр дейді оны. Мына сені тапсыра береді ол адамға. Одан ешқандай қорқыныш жоқ. Пайдасы болмаса зиян жоқ. Енді мынау отбасыға да байланысты. Қазір енді отбасында үлкен проблемалар көп қой енді. Отбасына да пайдалануға болады жөн жоба мысалға. Бала шағаның алдында қыдыртып, сыйлығын беріп, әр кезде сөйтіп отыратын болса, ол біріншіден абырой, екіншіден ол сыйлық берген адамды тағы да жақсы көреді барлығы. Ешқандай ұрыс керіс болмайды ол жерде. Сыйластық болған жерде ұрыс керіс болмайды деген. Оны жаңа осы зерттеп жүре өзімізге сабақ түртіп алғанбыз ғой бәрін нәрсені. Мен өзімде мынандай жағдай болып жатыр да мысалға. Енді жаңа дұрыс енді отбасы бәрі кіреді ғой бұл жерге. Енді мен мысалы кейінгі кезде мынандай нәрсе пайда болды. Мысалы осы бір кітап жаза бастағалы, енді айналамда ел жұрт кітап жазғанын біледі. Сосын біреулер риза болып шынымен жаңағы байға ісін беріп қояды. Жарайсың деп мысалы. Ондай кезде енді адам еңбегін бағалап отқаннан кейін кәдімгі риза болып қаласың. 5.000 теңге, 7.000 теңге тұрады кітап. Енді кеше бір ағалар ренжіп тұр ағайындар ауылда. Ай сен Танер осы кітап жазып кетіп, жұрттың бәріне сыйлап отыр екенсің. Неғып маған сыйламайсың дейді да ана жерде да. Енді мақұл енді бөтен адам емес қой, бірақ енді мен елдің бәріне кітап сыйлау енді тегін нәрсе емес қой ол. Иә. Ол мен мысалы магазиндегі затты да тегін алмайсың ғой. Бұл да мен еңбегім мысалы қандай көз майым тауысып, мысалы қазір көзім ауыратын болды. Қаншама мысалға осы сондай еңбекпен жазып жатқан дүниеде сен неге маған кітап бермейсің деп. Кеше бір күні кеше болған әңгіме. Мысалы. Оның орнына молодец жарайсың. Көрімдігін байғасың бер. Міндеп бір несін берсе, ол адам ол кісіге деген құрметін одан сайын өспей ма? Мысалы мен Омар ағамызбен, Омар Жайлал ағамызбен бірінші танысқан кезде Қарекет деген кітап шығып жатыр екен. Қарекет деген кітап. Мен ана көмекті қарадым, жақсы кітап екен. 20 кітабын сатып алдым. Сол жерде. Ағамызға білдірген қолдауым болсын деп те, көрсеткен қолдау болсын деп. Содан кейін ол кісімен бір арамызда жақсы қарым-қатынас пайда болды. Көрген жерде Шымкентке келсе, маған звондайды. Мысалы екеуміз жақсы сөйлесіп кеттік. Кейін енді осымен творчестволық жолға түсуіме сол кісі себеп болып кетті да, арға цепочка событий дейді ғой. Енді ана басында мысалы кітабын сатып алмасам, мысалы 20 кітап сатып алмасам, ол кісі мысалы мен бұда себепкер болмас па еді мен мысалы творчестволық жолыма да. Жүрегі ашып кетті сізге деген. Сондай бір нелер болды ғой себептер да, көрдіңіз бе? Кезіндегі жаңағы 20 кітаптың пайдасы. Сол сияқты бұл адам деген өзі бір мысалға айтады ғой біреуге көмектескің келсе қол жәрдемін бер дейді.
болмаса сөз жәрдем бер дейді, ақылыңды айт дейді, болмаса ең құрыған дұға жаса дейді да. Өстіп осы нәрседе жетіспей жатыр да бір кездер байқасам да. Дұрыс айтасыз. Бұл тірлік болғаннан кейін кәсіпте де барлық жерде адам күні адаммен біреу арқылы тірлік істейсің, біреуден бірдеңе аласың, біреуден бірдеңе бересің. Бірақ ол адам саған беру үшін бірдеңе істеуің керек қой, алдына почва дайындау керек қой. Кеше Сырымбек Таудың несіне Инстаграм қателеспесем оқыдым. Өстіп ақша сұрап жаза береді дейді да. Енді өзім ойлап отырмын да, ол не үшін беру керек деймін да бұл. Аты жоқ, жөні жоқ, біреуге анау келіп жазасы, мынау жазасы бере салмай, бере салу ол міндет емес. Бірақ енді жаңағы айтқандай жөн жобасын жасап, ол кісіге бір құттықтауын арнап, мысалға да, басқа бірдеңелер істеп, сондай нәрселерден кейін барып, көке деп бірдеңе беріңіз десе, ол кезде енді ол бермеуге ұялады ғой. Қолдау сұрауға дейінгі операция этаптар бар ғой. Иә, сол почва деген нәрсені дайындау керек та адам. Ол жерде жаңағы қарыз ғана емес, мысалға жаңа айтқандай барлық нәрсе соған байланысты да, адамның өсіп өркендеуі. Почва дайындау керек болып тұр ғой жерде әңгіме. Жолды ашып қою керек та, жолды. Иә. Иә, дұрыс айтасыз. Ал енді жөн жоба тақырыбын енді барынша кеңінен аштық деп ойлаймын. Енді бір қорытындылап жіберейік, Тәкен Нұреке. Енді бұл тек қана бір белгілі бір адамдардың арасындағы ғана қарым-қатынас емес бұл жаңағы да. Бұл міндетті түрде адамның жақсылығы жерде жатпайды ғой, жан-жақта тарайды ғой ол. Кім қандай жақсылық жасаса да қазір әлеуметтік желі бар, басқа бар, сіз іздеп тауып алады оны. Бұл бірінші адамның алдында, екінші Алланы, ең әуелі Алланың алдындағы абырой ғой, соны сақтауымыз керек, соны ойлауымыз керек. Енді ана кісімен кездесеміз бе, кездеспейміз бе, бір Құдайдың қолында, бірақ әр кезде өзіміз артымызды тазалап, жолымызды ашып жүрсек, әрқашанда жүзің жарық жүреді, қай жерде жүрсең де басыңды көтеріп әңгімеңді айта аласың деп ойлаймын өзім. Мен енді өзім осы жөн жоба тақырыбымыз әңгімелесіп жүрміз ғой енді осы үшеуміз. Осы тақырыпты әңгіме қыла бастағалы мен енді өзім ойлана бастадым. Өзім соған лайықпын ба? Осы әңгімеге деп. Уже қорқа да бастадым шындап келгенде. Бұл енді шынымен де адам өміріне өте білген адамға пайдалы, білмеген адамға өте зиян әкелетін нәрсе екен да. Енді шынымен де мен қанша кітап жазып жүргеннен кейін енді осы саланы енді ойлана бастадым, мен қазір жаза бастадым. Бір кітапқа арқау болатын дүние екен. Ал енді айтарым, мына жерде мысалы тыңдармандар отыр, біз енді мына жерде отырып бұл саланың тіл маманы емеспіз, басқа емеспіз, қолымыздан келгенше енді айта берейік деп шештік. Толық ашылмаған болса, оқырмандарда түсінік танытар деп ойлаймыз, өйткені бұл әлі көп зерттелетін тақырып екен, және ауқымы үлкен екен бұның. Ауқымы өте үлкен екен, бұған көп нәрсе келеді екен бұл жөн жоба. Жөн жосық дейді, басқа дейді, бағана айтып отқан салт дәстүр, шариғат, дін бәрі келеді екен ғой. Сондықтан Құда қаласа алдағы уақытта бір үлкен кітап болып жазылып, өстіп елге Құда қаласа ұсынатын шығармыз деп ойлаймын. Бізге тек ниет қой. Иә. Қазіргі біздің енді дәл осындай жерде енді елге қазір бастап айта берейік деп отырғанымыз енді әлі енді ойдағыдай идеальный болған жоқ деп ойлаймын енді ондай деп. Бірақ біздікі жаңа Нұреке сіз дұрыс айтып отырсыз, ниет. Бір кішкене болса да елге айта берейік, бір грамм болса да пайдасы тисе екен деп. Сондықтан енді дәл қазір таңда өте жақсы әңгіме айттық деп ойлаймын енді. Иә, осы жөн жоба деп айтып жүргеннен кейін сіздер енді мен көп осы тақырыпты көп зерттеп жүрдім негізі. Анау сөзді білгенмен оның мән мағынасына да көп бара бермейді екенмін. Енді мына бүгінгі әңгімеден түйгенім жалпы анау адамның разылығы бұл Алланың разылығы дегенге саяды сияқты да. Неғұрлым адамға нұрың шашса, жаңағы неғұрлым жақсылық жасасаң, соғұрлым Құдай сенің де жолыңды аша береді. Соны енді бір өлеңіммен қорытындылағым келіп тұр енді осы бағдарлама. Айналаңа молынан шаш нұрыңды, жаратқаным әрбір іске сауап бер. Ел туралы айта берме сыныңды, жауап береді, сен өзіңе жауап бер. Рахмет. Рахмет. Бұл мың жаса арнасы сіздермен бірге болған Данияр Беркінбай, Нұржігіт Ысқақ және мен Дастан Жайнақ. Келесі жақсы әңгімеде жүздескенше достар.